Уалейкум ассалам, шәкірт. Сіздің сұрағыңыз социал тармақтардан бізге жетіп келді. Бүгінгі күнімізде шәкіртлеріміз жоғары оқу орындарын біткеріп, кімі үкімет мекемелеріне, кімі жеке меншік карханаларға, кімі өзінің жеке іс-білімгерлік жолдарын бастау алдында тұрды. Сол студентлік дәуірінен бастап жұмыс істеп жүрген шәкіртлеріміз де бар. Сол шәкіртлерімізден сұрау келіп түсті бізге. Мекеме басшысымен келісе алмай жатырмын, кәсіптестеріммен келісе алмай жатырмын, яки мен олармен сіңісіп кете алмай жатырмын, яки мені олар тан алғысы жоқ, ұқсаған сұраулармен мұражат етті. Келің шәкіртім, сізге мен бүтін дүнияда белгілі болған, бүгінгі күнде сатуда жоғары нәтижелерде тұрған Роберт Гриннің Хакимияттың 48 нызамы атлы кітабынан сізге жауап берсем. Келің, алдын сіздің сұрауыңызды біз ұлымаластырып алсақ. Үкімет жұмысына яки жеке меншік карханаларға кірсек те, яки өзіміздің жеке іс-білімгерлігімізді жолға қойған жағдайда да біз сондай жағдайларға душ келеміз. Біздердің алдымызда кімдір басшы болады. Сол басшылармен қалай істесеміз, олардың кеуілінен қалай шығамыз. Ұқсаған сұрауларға әсіресе осы өмірінде жаңадан жұмыс бастап жатқан жастарда көп ұшырап тұрады. Сіздің жағдайыңызды біз толық білмейміз, анығында қандай нәрселер жүз беріп отырғанын сіздіңменен, лекен мен ұлымалық тәрізде сіздің сұрауларыңызға жауап беруге әрекет етемін. Келің, біз сіздің сұрауыңызды 3 бөлікке бөлсек. Бірінші жағдайда хақиқаттан да сіздің басшыңыз, баслығыңыз сізді жаман көреді, сізге зиян жеткеру мақсатында сізге жамалық етіп тұрды. Екінші жағдайды қарап көреміз. Бұнда басшыңыз сізді жаман көрмейді, сіз де басшыңызды жаман көрмейсіз, лекін болып жатырған хадиселер, жағдайлар, жұмыс жүзіндегі тапсырмалар осы басшыңыз бен сіздің ортаңыздағы келіспеушіліктерге себеп болып қалады. Үшінші жағдай болады. Бұнда сіз басшыңыздың характері өзіне сай, ешкімді бір тыңлағысы келмей тұғын, өжет, қайсар, өзінің айтқанынан қайтпай тұғын адам болған жағдайда, сіз өзіңіздің пікіріңізді, идеяларыңызды қалай жеткеру керек? Солар хақында бүгін сөйлесеміз. Уәде бергенімдей, Хакимияттың 48 нызамы кітабынан жауап беруге әрекет етеміз. Бірінші нызамда не айтылған? Біресе Франция тарихында Людовик 14-ші патша болып өткен. Әммеңіз білсеңіз керек. Ол патша өзін құяшқа теңестірген бір кібір, менмен дәрежедегі патша болған. Оның қаржы істері бойынша Никола Фуке ісімлі уәзірі болады. Никола Фуке жүда садық инсан болып, Людовик 14-шіге жүда көп қызметлерін қылған. Әттекі мемлекет қазынасынан сол дәрежедегі қаржы пұлларды ұрлық жолларымен иелеп, патшаның атына ақылап, тазалап беру. Орыс тілінде айтқанда смывание денег деп айтылады. Бұл демек ұрланған сол накаш жоллармен өзестірілген пұлларды ақылап, тазалап, патшаның қолына өткізіп беретін дәрежедегі жүда бір талантлы қаржы істері бойынша маман жетік инсан болған. Бұл патшаға жүда көп қызмет еткен. Бір сөзбенен айтқанда Людовик 14-шінің сүйіклі уәзірі болған. Сеніміне сол дәрежеде кірген екен ки, бұл инсан өзінің қасынан қалдырмайтын болған екен. Керек боладыған болса, сол сырларын да бөлісетін дәрежедегі жақын досына айланған екен.
Kunlardan bir kuni Людовик 14-ning bosh vaziri qazo topib qoladi. Bu xabarni eshitgan Nikola Fuke Pacha Людовик 14-ning ko'lidan chiqayin, mаған isen edi, men onun ko'p xizmatlarini qilganman. O'xshagan o'ylari menen o'zini sol bosh vazirlikka o'zining talabaligini qo'yishga niyat etadi. Nikola Fuke o'zine tesli bo'lgan aymoqda ulkan bir saray saldirgan bo'ladi, juda bir go'zal, ajoyib tarzdagi saray saldirgan. Sol sarayning ochilib marosimini belgilaydi, ulkan bayram etib nishonlaydi. Bo'lgan albatta Людовик 14-ni demarat etiladi. Asker boshlar, vazirlar, savdogarlar, chet ellardan qo'ng'isi podshohlikdan da mehmonlar chaqiriladi. Negizi bu mehmondoshlikning tekarg'i maqsadi sol Людовик 14-ga o'zining sodiq ekanligini, isenimli odam ekanligini ko'rsatuv ham жетістікlerini ko'rsatuv orqali Nikola Fuke sol o'zining talabaligini bosh vazirlikka qo'yuvdi usunus etmoqchi maqsadida bayram cho'kilmastiradi. Bayram sol darajada bir go'zal, ko'rkam cho'kilmastiriladi. Hamma bundan razı bo'ladi. Aldinlari Fransiyada ko'rinmagan, uchramagan tomoshalar, hattoki o'sha dasturxon qilganında da chet ellardan keltirilgan aspazlarni chaqirib, aldin Fransiyada hech kim tatib ko'rmagan mazali ovqatlar bilan siylaydi. Kech tushgan so'ng baqqa ne deydi buna? Baqda aylanib uchun pachani da marat etadi. Sol voqeaning o'zinde baqda aralab yurganinde sonday bir muddatin tavib pachaga o'zining usunusini yetkazmoqchi bo'ladi. Albatta o'zining usunusini da yetkazdiradi. O'g'an qanchalik sodiq xizmat etganligini, yillar davomida ko'p xizmatlari uning aqlanganligini, ham pachaning isinimda ekanligini, uni hech qachon satmasligini, o'g'an sodiq ekanligini aytib o'tirib, o'zini sol bosh vazirlik lavozimini usunadi. Siz ne deb o'ylaysiz? Nikola Fuke o'zining iskerligini ko'rsatuv orqali Людовик 14-ning senimini kirdi deb o'ylaysizmi? Yoki Людовик 14 uning xizmatlari uchun uni marofatlab, haqiqatdan da bosh vazirlik lavozimini usundi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Ertasi kuni tongda azonda lashkarlarga buyruq berib, Nikola Fukeni qamoqqa oldiradi. Aradan biroz vaqt o'tib, sud bo'ladi. Sudda bir necha yillarga qamalib ketadi. Uning mol-mulki hukumat foydasına o'tib ketadi. Hurmatli shogirdim, bir narsani esingizda saqlang. Людовик 14-de podsho bo'lgani men, ulli Fransiyadagi mamlakatning podshosi bo'lganligi menen, ол da inson. Uning da qalbida qizg'anish sezimlari bor. Людовик 14-chi bu жағдайда sol bayram kechasida bir narsani аңғарып qoladi. Uning obro'yi Nikola Fukenikine qaraganda pastroq. Ya'ni kelgan mehmonlarning oldinda Людовик 14-chi emas, balkim Nikola Fuke aqko'kraklik, yaxshi xizmat etib o'tirgan, ya'masa bir keng peyil inson sifatida ko'rinib qoladi. Natijada Людовик 14 obro'yi qo'ldan ketib o'tirganligini sezinganlikdan uni qamoqqa oldiradi. Albatta bu joyda Людовик 14-chi sol qizg'anish sababini uni qamoqqa oldirdim sebebini ko'rsatmaydi. Ол сол алдын uruq islangan mamlakatning g'aznasidan urulangan pullarni bahona etib, sebep etib ko'rsatib, uni jinoyatchilikda ayblaydi. Hamda uni qamatib yuboradi. Sal davosini qaytaraman, kechirasizlar. Endi ikkinchi жағдайga to'xtalib o'tsak, hurmatli shogirdim, ikkinchi жағдайda men aytdim, hech qanday sizning boshingizning da yoki sizning da aybingiz yo'q.
тек қана жоғарыдан келген тапсырмалар болады ма, ямаса сол жағдай хадисе болады ма, сол себепші болуы мүмкін басшы менен оның қызметшісінің ортасында келіспеушілікке. Сізге келін бір қысқаша көрінімді айтып беремен. Бір отыншы өткен екен. Отыншы отынды шауып, теріп, арқалап, жүдә шаршаған халатта жол бойы арқаланып жатырған болады. Жолда біраз мызғып алу мақсатында отынын жерге таслап, шыптасын жерге таслап, үстіне жатып, бір майдан ұйықтап алмақшы болады. Әмде жатады. Күн суық болғанлықтан сол атрапта бір жылан өтіп кетіп бара тұрған болады. Жыланда ешқандай бір жаман ниеті жоқ, яки біреуге зиян жеткіздіру ниеті жоқ еді. Ол тек қана өзіне ыссы ұйықтайтын дем алатын жер іздейді. Қараса адам ұйықтап жатыпты, оның қойны әлбетте ыссы болады. Адамның қойнының ішіне жылан кіреді. Әмде сол жерде пана табады, ыссылап, ол да ұйқыға кетеді. Отыншы бұндан бейхабар. Отыншы қойнына жылан кіріп алғаннан бейхабар болады. Бұл уақияны көріп тұрған және бір құс болады. Төбеден қарап тұрған құс инсанның қойнына жыланның кіріп кеткенін көреді. Әмде ол құс сондай жұмаққа шығарады. Қазір бұл жылан инсанның қойнына кірді, оны шағады. Әмде оны өліміне алып келуі мүмкін. Мен оны құтқарамын, мен инсанның достымын, инсанға жақсылық етемін деп, ол да құс ұша келе инсанның қойнына өзін ұрады. Әмде кіруден жыланды шоққылап, оны зиянсыздандыру мақсатында күрес алып барады. Инсан оянып кетеді, қойнының ішінде жылан менен құс екеуі айқасып атырғанлығынан қорқуға түсіп кетіп өзін жойтып қояды, отынды тасайды, айқайлап үйіне қарата жуырады. Үйіне сол пәтте алапасырлыда қорқып айқайлап кіргенін көргенінде оның хаялы, оның өзін жойтып бақырып атырғанлығына бірден тәсірленіп қалады. Хаялда не істерін білместен, ішімде жылан бар, ішімде құс бар деп айқайлап отырғанын білместен, хаялыда қолына таяқты алып тұрып сабалап кетеді киімнің сыртынан. Бұл жағдайда білесіздер, инсан да жарақатланады, оның ішіндегі әлбетте жылан да жарақатланады, құс та қосыла жарақатланады. Құс һәм жылан бірнеше таяқты жегеннен кейін жылан да ауруға шыдамасынан инсанды шағып алады қойнындағы. Құс өзін құтқару мақсатында қойнынан атылып шығады. Атылып шыққан уақытында жаңағы хаялдың көзіне ұрылып, тұмсығымен көзін ағыздырып алады. Әмде ұшып кетеді. Бұл жағдайда біз қалай түсінсек болады? Сізге мен шәкіртім сұрау берсем, қазіргі айтқан көрінімде 4 қақыраман қатынасып отырыпты: инсан, жылан, құс әмде сол отыншының хаялы. Бұл жерде кім айыптар? Нәтижеде хаял бір көзі ағып соқыр болды, құс қанатынан айырылып сынды, жылан инсанды шағып өлтірді, жылан хаялдың таяғынан өлді. Бұл жерде гүнәкар яки айыпкер кім? Ешбір қахраманымыз бір-біріне зиян жеткіздіруді мақсат еткен жоқ еді. Бұл жерде біз қандай жұмақ шығаруымыз керек? Демек, бұл жерде ешқандай қахраманлар айыпкер емес. Бұл жерде сол болып отырған хадисе, уақияның өзі айыптар. Қахраманлар бірін-бірі түсінбегенлігі айыптар. Бізде менен де дәл сондай уақиялар іс жүзінде көп болып тұрады. Жоғарыдан тапсырмалар келеді, ямаса сол жұмыс жүзінде бір қандайда бір тапсырмалар, машқалар болып қалады. Сол машқаланы сезу һәм оны шешу мәселесінде әрекетлерде инсанлар ортасында келіспеушіліктер жүзеге келеді. Басшы менен қызметкер ортасында, яки қызметкер мен қызметкер ортасында, кәсіптестер ортасында да сондай келіспеушілік келіп шығады. Бұнда ешқандай инсанды айыплауға болмайды. Бұнда сол хадисенің өзі айыптар болады, сол уақияның өзі айыптар болады. Келің енді сұрауымыздың 3-ші бөліміне өтсек те, бұнда басшымыз, бастығымыз өжет болса да, мен жақсы қанегес батында ол қатешілікті көріп тұрпан, һәм сол қатені түзелейік деп айтсам, басылығым өжетлесіп айтқанынан қайтпай,
маған ұрысып атыпты ұқсаған сұраулар. Микеланджелоны әмеңіз білесіз, суреткеш, мүсінші, мрамордан, мәрмәрдан ойып, мүсіндерді, хайкелдер жасайтын инсан болған. Ол жасап өткен дәуірдің патшасы оған бір қызмет айтады, заманауи тілмен айтқанда заказ береді. Сондай үлкен аттың үстінде тұрған патшаның хайкелін жасауды. Хайкелді жасап біткереді. Бойы бәлен жүдә бір үлкен мәрмәрден жасалған бұл естелік жаратылады. Жаратылғаннан кейін әлбетте оны көрсету үшін патшаның өзі келеді. Ол соғылып отырған ұстаханасы үлкен сарайдың ішінде істеп отырғаннан кейін адамлардың бойы пәстен келеді. Ол бәлен хайкел болғаннан кейін патша төменнен қарап тұрған болады да, екеуі бірден қарап тұрған болады. Менің мұрным надұрыс соғылыпты, қисық екен, мен мұрнымды қисық соғыпсаң деп өзінің наразылығын білдіреді. Микеланджело жүдә бір талантлы мүсінші болғаннан кейін ол жерде ешқандай қателік жоқ екендігін айтса, патшаның кеулі қалады. Әттеке керек болатын болса, сол берген заказынан ваз кешіп жіберуі де мүмкін, жазалау да мүмкін еді. Патшаға сіз надұрыс көріп тұрыпсыз, сіз надұрыс ракурстан қарап тұрыпсыз, біз төменде тұрыппыз, төменнен қарағаннан кейін мұрын қисық болып көрінеді деп айтса, патшаны сен ақмақсың, сузаттан түсінбейсің бе дегендей тәсір етіп кетуін жүдә аңғарады. Ол басқаша жол тұтады. Келің патшайым, сіз жоғарыға зәңгі арқалы мініңде, сол жүзіңіздің туысына келің, һәм маған көрсетің сол істетуі керек болған жерді дейді. Патша жоғарыға мінеді, бұл да өзінің сол құралларын, іс құралларын алып мінеді де, патшаның жоғарыға мініп, сол хайкелдің жүзіне туыры келген жерден қаратып тұрып, мына жерін ұрайын ба, мына жерін ұрайын ба деп істеп атырғандай қылып өзін көрсетеді. Һәм патша қиялында сол айтқанындай мұрынды сол тегістеп қайттан жонып қойғандай етіп өзін көрсетеді. Негізінде ол ешқандай мұрынды жонбаған болады. Жонып болғаннан кейін енді патшайым бір қараң дейді. Әне, енді дұрыс болды, енді дұрыс шықты, енді сұлу шықты деп жақсы бақа береді. Қараң, Микеланджело ешқандай қашауды бұл хайкелге ұрып еш нәрсені туырлаған жоқ, сол тұрысына тұрып еді. Тек қана өзін соны түзеткен деп көрсетті. Һәм сол қатені туырламағандықты өзі қарар етпеді де патшаға, сіз көрің енді туырланды ма деп оның гәпімен туырланғандай қылып өзін көрсетті. Бұл жүдә әжайып жол еді. Микеланджело сондай етіп өжет патшаның кеуілінен шыққан екен. Жәмиетімізде жүдә көп ұшырап тұрады. Әттеке бізде тұрмыс тәжірибемізден көп көргенбіз. Жұмыс бабында осындай келіспеушіліктер әлбетте болады. Басшымыз да, сізді басқарып тұрған кархананың басшылығы да сіз кебі инсан. Оның да өзінің сезімлері бар. Оның да ішінде жақсылық ету, жаманлық ету, қызғаныш, яки сізбенен сіздің ниеттеріңізден хәуестену ұқсаған сезімлер де онда да бар. Жоғарыдағы 3 уақиғадан келіп шығып, сізге қандай мәслихат береміз? Өзіңізге қолай болған осы 3 уақиғаның бірісін өзіңізге сабақ етіп алың да, Микеланджелоның ұсылынан пайдаланын. Бір нәрсені анық түсініп жетің, жақсы инсанда, жаман инсанда болмайды. Тек қана уақиғалар, хадиселер қана біздің жақсы, жаман екенлігімізді белгілейді. Уақиғаға қарап, өзіңіз толық мағлұмат алып, толық шешімді өзіңіз бересіз деп үміт етеміз. Біз ескертіп өтеміз, жаңа форматта істерімізді алып барамыз. Бұннан бұл жағына Уалейкум ассалам шәкірт бағдарламамызды таза форматта ұстаз, наставник атамасында алып барамыз. Біз тек қана жастарымыздың тұрмыстағы сол жұмыс жүзіндегі машқалалары емес, сонымен біргелікте қожалық машқалалары, шаңырағындағы машқаларыменен де ислесіп баруды ойлап, пікірлеп отырмыз. Тез арада күтіп қалыңдар.
Lekin men özümün hayalımмен sonday bir жақсы бағдарламаларды баслап атырмыз. Sizlerge жақында жардам береміз. İnşallah bizge müracaat etin. Машқаларыңызды бірге шешеміз. Саламат болыңыз.